Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен ірімшік жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі 1 литр сүт, қаймақ, 10% сливка, жұмыртқа, тұз, шекер, куркума керек. Жарты қасық тағы да дайындап қойдым тұздан. Сүтіміздің үстіне сливканы құйып, тұзымызды, шекерімізді, куркумамызды салып, отқа қоямыз. Бұл жерде мен тұзды 1 ас қасықпен, 1 шай қасықпен салдым. Осылай бәрін жақсылап араластырып, отқа қоятын боламыз. Оған дейін біз қаймағымызды жұмыртқамен бір қалыпты масаға келгенше араластырып қоятын боламыз. Бұл жерде куркуманы қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады, тек қана әдемі рең береді. Оттағы сүтіміз қайнай бастағанда, үстіне қаймағымызды жұмыртқамен араласқан үстіне жаймендеп, өте аз-аздан қозғай тұрып, үстіне құятын боламыз. Міне осылай бәрін жаймендеп қосып, мына қалған шай қасықтағы тұзымызды салдым. Енді баяу отта жаймендеп қозғаймыз. Міне біздің ірімшігіміз іри бастады шамалы. Алғашқы уақытта осындай майда болып шығады, кейін үлкейіп қоюланады. Осы қайнағаннан бастап, бұны бір 6-7 минутқа ғана қайнатамыз. Сосын сүзгішке дұршылаққа үстіне марлық төсеп, массамызды осының үстіне аударатын боламыз. Мінекей басы бірігіп, біздікі дайын болды. 7 минутта қайнады бұл. Осыны жақсылап араластырып, үстіне жақсылап басып, бір-бірінің басын біріктіре отырып, марлыға орап, қалыпқа салып қоятын боламыз. Мінекей жақсылап осылай басамыз. Ыстық кезінде басу керек бұны, суытып алмау керек. Сол кезде басы қатты бірігіп, бір масса болатын болады. Дайын болған ірімшігімізді осындай түбін тесіп, осындай бір қалыпқа салып қойдым. Үстін қақпағымен жауып, оның үстін ауыр затпен қойдым. Бұл жерде банкіге су құйып қойдым. 3 сағаттай тұрды. Біздің ірімшігіміз дайын болды. Міне осындай ірімшік жасап шығардық. Өте керемет, дәмді, үй жағдайында қолдансаңыздар, істесеңіздер болады. Міне осылай болды. Созылғыш, керемет сыр. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, комментарий жазып, лайк басып отырыңыздар.